Ассалаумағалейкум қазақ елі, отандастар, жерлестер, туыстар, бауырлар. Мен Маржан қыздарыңыз әдеттегідей Америкадан алдарыңызға шығып тұрмын. Бүгінде шыға салысымен өздеріңізден лайк жөнінде сұрай кетейін. Әрі осы менің арнамды тіркелмей көріп жүрген кісілер болатын болса, тіркеле кетулеріңізді сұраймын. Әрине, егер ол сіздердің бас бостандықтарыңызға ешқандай қауіп тигізбейтін болса. Бұл лайк, подписка дегендердің бәрі YouTube-тың талаптарының бірі. Тақырыпқа келетін болсақ, тақырып Назарбаев өлді, шал өлді деген тақырыпқа тоқтала кеткім келеді. Маған осы Путинге барып келгеннен кейін, Назарбаевтың сапарынан кейін көптеген хаттар келіп жатыр. Назарбаев өліпті-мыс, міне содан кейін жаңағы президенттердің денсаулықтарының бәрін құпия жасау, анау-мынау деген жаңағы заңдардың бәрі міне осыдан кейін шығыптымыз. Назарбаев жаңағы өлерінің алдында бойын жазып, ең жақын туыстарын аралап, өзінің ең жақын достарын аралап, өлім аузында жүрсе де, міне халықтың жағдайын ойлап кетіпті. Путинге барып, жаңағы Тоқаевтан кейінгі, әзер жүрген Тоқаевтан кейінгі, міне приемлікті, орнына келетін жаңағы президентті ойластырып, соны тағайындап кетіптіміз. Әрине, бұның бәрі алып қашпа сөздер, мен оған сенбеймін, өз басым. Сенбесем де сіздердің жаңағы мұны құзырыңызға шығарып отырмын. Оны өздеріңіз білесіздер, сенесіздер, сенбейсіздер. Назарбаевқа да ешкімге де мен өлім тілемеймін. Әсіресе Назарбаев пен Тоқаевқа ұзақ ғұмыр тілеймін. Соларды анау Гага сотында көргім келеді. Сол жерде мынау қаншама халықты қансыратқаны үшін, қанша жыл бойында осы халықтың қанын сорғандары үшін, міне енді солар сөз жерде жауабын берсе екен деймін. Мынау өлді деген алып қашпа сөздерге әрине мен сенбеймін. Ол Путинге барған кезінде ол халықтың жағдайын ойлап барған жоқ. Ол жерде жаңағы келесі президентті талқылап барса да, қыздарының жағдайын ойлап барса да, ол жерде ол тек қана өзінің бас мүддесін ғана ойлап барды. Ал Қазақстан халқын ойлайтын Назарбаев жоқ. Ойлайтын адам кезінде ойлар еді. Ал енді мынау өлім аузында жүріп, халықты ойлап атырмыш деген, ол қайткен күнде де мынау Тоқаевтан кейін Назарбаевты қайтсе де ақтаудың амалына түсіп жүргендер. Осы күнге дейін сенгендер Тоқаев Назарбаевпен бірге емес, кеше күнгі қаңтар қақтығысы, сол екеуінің таласы, оның бәрі өтірік әңгіме. Оны бәріңіз де ендігі білдіңіздер. Ешқандай да Тоқаев Назарбаевтан бөлек емес. Назарбаевтың айтқанымен жүреді, айтқанымен тұрады. Тек қана халықтың жаңағы көңілін кішкене басып қою үшін өтірікте жаңағыдай кезінде Назарбаевты жамандаған болды. Назарбаевқа жаңағы Назарбаевтың жан-жағындағыларды соттаған болды. Сотталғанда, қиналғанда ешкім жоқ. Сатып алды, шықты. Жаңағы Самат Әбіш әлі тайраңдап жүр. Ал қалған пешкалардың бәрі жаңағы отыр, солардың күнәсін арқалап. Енді оны өздері ойлану керек, сол жердегілер. Сол Назарбаевтың, Самат Әбіштің, сатып алдылардың кесірінен зардап шегіп, қазір түрмеде отырғандар. Енді кімдер туралы айтып тұрғанды өздеріңіз іштеріңіз біліп отыр. Міне енді егер солар мынау сайраса, сол кезде жаңағы бәрі де ашылар еді, анықтай ашылар еді. Бірақ қазір де ашық оның бәрі, бәріміз біліп отырмыз. Бірақ олар әзір сайрамайды, өйткені олардың бастарына қауіп түсініп тұр. О жағында түсінуге болады. Сол үшін ешкімге де өлім тілемеймін. Бұл шалдың ұзақ өмір сүргенін қалаймын. Ертеңгі күні соны түрмеде көргім келеді. Түрмеге жете ме, жетпей ме, бірақ жаңағы өзінің басында көрсін қандай екенін. Ол халықты айыпсыз, ешқандай да дәлелсіз түрмеге қамап жатыр. Халық оны дәлелімен, барлығымен түрмеге қамаса екен деймін. Осы мәліметпен бөліскім келді бүгін сіздермен. Халқым, тағы да мынау жастар туралы айтқым келеді. Біртіндеп шығып жатқан, билікке наразылығын білдіріп жатқан дұрыс әрине, бірақ қазіргі күні қайталап айтамын, билік оған татымайды. Өйтіп олармен жекпе-жекке шығуға. Сол үшін күш жігерлеріңізді құр босқа жұмсамаңыздар. Қазіргі астыртын жүріп жатқан
істерден хабар алыңыздар, Әблязовтың айтқан ұяшықтарын құруды тоқтатпаңыздар, ауызбіршілігіңізді арттырыңыздар, құр босқа энергияларыңызды мынау биліктің шабарбандары мен жалбақпайларына жұмсамаңыздар. Одан да сол күш жігеріңізді мынау астыртын істерге жұмсаңыздар. Ортамызды толықтырыңыздар. Мынау X күні жақын, X күні келеді, соған сеніңіздер, бірақ соған сіздер ат салсыңыздар, ортамызды кеңейтіңіздер. Әблязовтың жинап жатқан қорына шамаларыңыз келгенше ақша аударып тұрыңыздар. Сол X күні Құдай қаласа міне келген кезде олардың бәрінің жазасын береміз. Қазіргі күні оларды жазалаймын деп, олардың шындықты бетіне айтамын деп күштеріңізді жұмсамай қойыңыздар. Сіздер ол іс-қимылдарыңызбен өздеріңізді сол ұры билікке апарып беріп жатсыздар. Олар сіздерді тып-типыл алады да апарып жаба қояды. Сол үшін қазіргі күні тек қана күшіңізді сол астыртын жүргізуге жұмсаңыздар. Бірге халқым, бір болайық. Мынау келе жатқан X күні бәріміз бір ауыздан бір ел болып, бір халық болып, бейбіт те берекелі Қазақстанымызға бет бұрайық. Алға қазақ елі.